Қазақ Майнкрафтында алғашқы орын алатын Дейлин Кизет 2 каналымен қанша табады деген ойлар болса, мен қазір түсіндіретін боламын. Ол цифрларды естігенде сіздер кәдімгі шок боласыздар. Так, мен онда бастаймын. Ассалам, сенемен көстейік. Бүгінгі видеода біз деген Дейлин Кизеттің айына қанша табатынын айтатын боламыз. Бәрін до конца мен бәрін доказательствомен дұрыстап көрсететін боламын. Видеоны до конца қараңдар, өйткені ё-майо. Яғни, кстати, тұра тұрыңдар, мен каналыма подписаться етіп, лайк басып кетіңдер, осы видеоны таратыңдар. Өйткені қазіргі көрген цифрлардан сендер кәдімгі шок боласыңдар, достар. Анау цифрлар сендер мысалға, сендер просто родительдерің сендердің мысалға жұмыс істейді ғой, 150 мың 200 мың алады, ол десең, ол деген қиналмай қанша алатынын көрсететін боламын. Семьяларының бүкіл ақшасынан да көп алады. Так что видеоны қарайық, қазір мен сендерге көрсететін боламын бәрін. Онда бастаймын мен онда. Дейлин Кизет өзінің основной каналынан ол ақша таумайды. Неге десеңіздер, онда страйк жатыр, бірақ та шығып кетпенді, тұра тұрыңдар. Ол өзінің новыйда ашылған Дейлин Кызы деген каналынан табылады, онда ақша табылады, қазір есептеп көрсетейін. Так, бастаймын онда. Міне мынау Дейлиннің әр видеодан тапқан табысы, яғни осы кешегі айдың 25-індегі видеодан бұл деген $36 568 шейін тапқан. Яғни ол дегеніміз $36 қанша екенін қараңыздар сіздер. $30 өзі 15.726 теңге болса, ол бірақ $528 арасында, $36 мен $528 арасында алып отыр. Яғни ол дегеніміз біз арасынан аламыз, среднейін алайық. Так, примерно 400 алайық, $400. $400 қанша теңге болатын қараңдар. Бұның өзі білесіне ма, 209 мыңның өзі бір видеодан түсіп отыр, бір-ақ видеодан. Сендердің арқаларында бір-ақ видеодан 209 мың теңге алады. Мен қазір айдан алатын көрсетейін, сендер айына алатын көрсетейін. Ойбай. Так, қараңдар. Айына $1100 мен $17.000 арасында табады. Яғни біз деген қазір жарайды, онда көп алмай қойық, среднем $5000 есептейікші. $5000 қанша табады ол? $5000-дан. Яғни Дейлин Кизет сіздердің арқаларыңызда айына бір-ақ каналдан 2,5 миллион тауып отыр. Яғни оның бір канал ертең страйктен шықса, ол вообще көп табады. Так, мен онда сендерге бұл фигня, бұның бәрі фигня. Айына 2,5 миллион деген. Мен сендерге годовой доходын көрсетейін, оның годовой доходы деген вообще. Так, қараңдар міне. Короче, $12.000 мен $206.000 арасында, Так что біз $50.000 деп среднем алып, $50.000 есептеп қарсыңдар, мынанша шығады. 26 миллион, ё-майо, достар. 26 миллион жылына Дейлин алып отырады бір-ақ каналдан. Если тағы бір канал қосылса, ол 40 миллионға кетіп қалам, ойбай. Короче, достар, видео ұнады деген ойдамын. Сендерге лайк басып, коммент жазып, яғни мен каналыма жазылып кетейік. Мен ондай видеоларды көп шығарып тұрамын қазір. Енді көп адамдардың қанша табатын бәрін айтып отыратын. Сондықтан каналға жазылайық. Сендермен болғанмен көшсек, давайте.